Еліміз бұйыл қазақ композиторы, диктор, актер, қазақ СССР-на еңбегі сіңген қайраткері Бекен Жұмабекұлы Жамақаевтың 90 жылдық мерейтойын атап өтуде. Абай мен Шәкәрім Ауызовтың отаны атанған Шыңғыстаудың құтты қойнауында 1931 жылы Бекенғали Жамақаев өмірге келді. Ол шығармашылық мүмкіндігі әбден толысқан шағында дүниеден озды. Сондықтан да ол өкінішке орай көзінің тірісінде артында қалған ел жұртына жүрек тербер әсем сазымен дараланған әндерінің ең болмаса бір жинағын да жариялап үлгере алмады. Ел аузында тек әндері қалды. Оның творчестволық ізденіс кезеңі 50-60 жылдарды қамтиды. Осы тұстарда ән көкжиегінде Әбілахат Еспаев, Бақытжан Байқадамов, Шәмші Қалдаяқов сияқты өнер жұлдыздары жарқ еткені көпшілік қауымға кеңінен мәлім. 1955 жылы құлақтың құршын қандырып, адамзат біткеннің жан жүрегін баурап алар Бекен Жамақаевтың «Махаббат вальсі» шырқалғанда, бұл кен байтақ Қазақстанда музыка әлеміндегі орны ерекше оқиға болды. Бұлақ суындай мөлдір, тазалығы таңғы шықтай кіршіксіз, орындауға оңтайлы, жаттауға оңай, осы ән миллиондаған тыңдаушыларды эстетикалық әсерге бөлеп, ғажап бір жан рахатына батырды. Композитордың қазіргі көзі тірі замандастарының айтуынша, сол кездегі «Махаббат вальсінің» тамаша әсері соншама жан дүние атаулыға керемет лебіз әкеліпті. Шамшырақ клубының әдіскері Айша Омарбекованың орындауында осынау әнді сіздермен бірге тыңдайық. Бақытым менің таппаспын тең, махаббат гүл аққан. Бақытым менің таппаспын тең, махаббат гүл аққан. Сағынышпен күтемін әрбір таңды, жақсы үмітпен арнаймын толған әнді. Бақытымдай жалт еткен жанарыңа, ұшқын түсті жаныма өшпес мәңгі. Жанымды маған ән қайтқан, жүрекпен сүйіп ұнатқан. Бақытым менің таппаспын тең, махаббат гүл аққан. 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 Бақытым менің таппаспын тең, махаббат гүл аққан.
Бекен Жамақаев әндерінің басым көпшілігі вальс ырғағында жазылғаны белгілі. Соның ішінде ән сүйер қауымның құмарын қандыра, шартарапқа кеңінен тараған Сен ғана, Ертіс вальсы, Гүлім қайда, Мереке вальсы, Қарағанды вальсы сияқты көптеген әндері болды. Замандастары композитор Бекен Жамақаевты осы күнге дейін вальс патшасы деп атайды. Бүгінгі бейнеролигімізде композитордың туыстары Алматы қаласында тұратын інісі Ерғали Жұмабековтың еске алуы мен қарындасы Бейбітжан Жамақаеваның орындауындағы әндерді назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті Шамшырақ клубының ұжымы, осылай Бекен ағамды еске алып, 90 жасқа келген күнімен құттықтап, еске алып отырып, шақырғаныңыздарға шын жүректен ризашылығымды білдіремін. Бүкіл енді Қазақстан тойлап жатыр. Сол Бекен ағам сияқты мен де өнер адамым болып, өзімді де музыкаға үйретіп кішкентайымнан. Сол Бекен ағамның ізбасары болып жүрген жағдайым бар. Сіздерге енді осы клубқа ағамнан енді ән жинағын сіздерге шын жүректен сыйға әкеп беріп ұсынып отырмын. Енді бүкіл Қазақстан 90 жылдығын тойлап жатыр, сіздер де тойлайын деп дайындалып жатыр екенсіздер. Сол енді ризашылығымды білдіріп жатырмын. Рахмет. Енді сіздердің арқыларыңызда аты да өссін, әндері де жарып шықсын. Сондықтан ризашылығымды білдіріп, рахмет айтқым келіп тұр.